Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шаһарымызда қоғам бірлігі мен тұрақтылықты сақтау мәселелері талқыланды. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының Әділ Қазақстан бірлік тұрақтылық даму атты 26-шы сессиясы өтті. Қарағандыда балалар кітапханасы идеялар, әдістемелер, тәжірибелер калейдоскоп атты 2 күндік халықаралық форум өз мәресіне жетті. Арнайы баспасөз конференцияда шараның қорытындысы шығарылды. Қарағанды техника құрылыс колледжінің студенттері кәсіби шеберлік бойынша әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Евроскиллс 2023 байқауы Польша елінде өтті. Шаһарымызда қоғам бірлігі мен тұрақтылықты сақтау мәселелері талқыланды. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының Әділ Қазақстан бірлік тұрақтылық даму атты 26-шы сессиясы өтті. Шара барысында өңірдің белсенді азаматтары марапатталды. Сессия отырысына қатысушылар Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдық институттарының қызметі мен мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыруды талқылады. Сондай-ақ өзара тәжірибе алмасып, идея мен ұсыныстарын жеткізді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 32-ші сессиясында сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы бірлік пен тұрақтылықсыз саяси және экономикалық реформаларды жүзеге асыру мүмкін еместігін атап өткен болатын. 1 қыркүйекте президент Қазақстан халқына Әділ Қазақстанның экономикалық бағдары атты кезекті жолдауын жариялады. Бұл кездесудің мақсаты президенттің бағдарламалық құжаттарында қойылған міндеттерді шешу үшін сіздермен бірге бағытты анықтау. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері мұндай шаралардың мемлекеттік аппаратпен, бизнес өкілдерімен, қоғамдық ұйымдармен және жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл жасау кезінде жаңа идеяларды қалыптастыру үшін өз кезегінде бірлікті нығайтудағы және тұрақтылықты сақтаудағы рөлі туралы ішкі саясат басқармасының басшысы Нұрлан Бекенов баяндады. Бүгінгі таңда ассамблея қоғамдағы өзекті мәселелерді қозғап, оның шешімін табуға өзінде бірліктерін қосуда. Мәселен, Қысқы жанындағы Амалар кеңесі, этномедиация институты, ассамблея жастар сияқты құрамында өздері белсенді жұмыстарымен ел арасында белгілі болып отыр. Дегенмен, еліміздің жүріп жатқан саяси реформалар, ел президенті Әділ Қазақстан құрылымындағы нақты тапсырмалар облыстық ассамблея жұмысын қайта қарап өзектендіру талап етуде. Сондай-ақ жиында мемлекеттік басқару жүйесі үшін талантты жастарды анықтау және тарту мақсатында президенттік жастар кадр резервіне іріктеу туралы айтылды. Оған жасы 35-тен аспаған жоғары білімі және 5 жыл жалпы жұмыс тәжірибесі бар қазақ тілін меңгерген Қазақстан Республикасының азаматы қатыса алады. Өтінімдер 30 қыркүйекке дейін қабылданады. Қоғамда жаңа кәсіпкерлерге, жаңа идеяларға, жаңа кадрларға деген сұраныс аса жоғары екендігінен бастап назар кадр тапшылығын жою және сақтау мамандары дайындауға арналған нақты тапсырма берді. Бұл ретте мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап президент жастар кадр резервінен кезекті 3-ші іріктеу басталды. Резервге іріктеудің мақсаты мемлекеттік басқару жүйесі үшін талантты жастарды анықтау және тарту алды. Осы ақпараттарды пайдаланып, сіздерге президент жастар кадр резервіне қатысты мәселелерді Сессия соңында өңірдегі бірлікті нығайтуға және тұрақтылықты сақтауға елеулі үлес қосқан Қарағанды облысының белсенді тұрғындары марапатталды. Жастардың бірегей және шығармашылық идеяларын қолдау. Аманат партиясының облыстық филиалында талқылау кезекті диалог алаңы өтті. Партия мүшелері қоғам белсенділері мен сарапшылар креативті идеяларды ұсынатын белсенді жастарды қолдау шараларын талқылады. Әлемдік сарапшылардың пікірінше, Қазақстанда жалпы ұлттық және жаһандық ауқымдағы міндеттерге ие шығармашылықпен ойлайтын жастардың ауқымы зор. Ал билік алдында серпіліс жасау үшін тиісті құқықтық жағдайлар жасау міндеті тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұл ойды Қазақстан халқына жолдауында айтқан болатын. Бүгінде Қарағанды облысының әрбір елді мекенінде жастар ресурстық орталығы бар және коворкингтер ашылып жатыр. Бірақ бұл шаралардың жеткіліксіз екенін іс-шара қатысушылары атап өтті. Жалпы жыл сайын президентіміздің жолдауын біз өзімізге маңызды стратегиялық құжат ретінде қабылдап, соған қатысты өзіміздің осы қоғамның бір бөлшегі ретінде ойымызды білдіріп жатамыз.
негізі жолдаудың жүзеге асуы, оның орындалуына барлық ұлт болып мүдделі болу керек. Ол қарапайым жұмысшыдан лауазым иесіне дейін. Өйткені бұл біздің ұлтымыздың маңызды құжаты. Спикерлер қазіргі жастардың көпшілігі патриотшыл екенін атап өтті. Жастар Қазақстанның дамуына белсенді түрде қатысуға дайын, бірақ олардың бірегей және креативті идеяларын жүзеге асыру үшін қолдау, оның ішінде қаржылай көмек қажет екені мәлім. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы Қазақстан халқына жолдауы әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары деп аталады. Меніңше бұл жолдаудың ішінде негізгі үш үлкен проблемаларды көрсетті. Ол әлеуметтік мәселе, яғни халықтың жағдайын жақсарту үшін біз енді шикізаттық мемлекеттіктен өнім өндіретін, яғни осындай мемлекетке айналуымыз керек. Ол үшін кадр мәселесін дұрыстау керек. Яғни әлемдегі IT технологиясы дамыған мемлекеттер сияқты бізде өзіміздің өнімізді сыртқа шығаратындай. Қашанғы біз сырттан өнімді, дайын өнімді әкелеміз, оның орнына өнім шығаратындай бізде барлық потенциал мүмкіншіліктер бар. Сондай-ақ қатысушылар білім беру сапасы мен қолжетімділігін арттыру, жұмысқа орналасу, жастар кәсіпкерлігін ынталандыру мәселелерін талқылады. Айта кетсек, талқылау диалог алаңы өткен жылы Аманат партиясының қоғамдық саясат институтының базасында іске қосылған болатын. Бірнеше айдың ішінде ол өзін Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінің көптеген мәселелерін нақты шешудің пәрменді құралы ретінде көрсетті. Наргиз Төлегенқызы, Зұлқарнай Исмахаев, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданындағы балабақшаның бас есепшісі баласын емдету үшін 24 миллион теңге жымқырған. Әйел 2 жыл ішінде бюджет қаражатын өзінің жеке есепшотына аударып келген. Тұрғынның айтуынша, қызы туғанынан аутизмнің ауыр түріне шалдыққан, бірінші топтағы мүгедек. Әйел ұрланған ақшаны баласының емі мен несиелерін жабуға жұмсаған мойындады. Күдікті 6 жылға сотталды. Жазасын баласы 11 жасқа толған соң өтейді. Мұнымен қоса ол 24 миллион теңгені мемлекетке қайтару тиіс. В ходе следствия установлено, что главным бухгалтером за период с 2021 по 2022 года Тергеу барысында бас есепті 2021-2022 жылдар аралығында бюджет қаржысын жалақы және еңбек демалысының ақысы ретінде негізсіз өзінің карталары мен есепшоттарына аударып отырған. Қарағанды облысының Қарқаралы аудандық сотының шешімімен бас есепші кінәлі деп танылып 6 жылға сотталды. Жазасын ол қылмыстық кодекстің 74-ші бабына сәйкес 5 жылдан кейін өтейді. Қарағандыда балалар кітапханасы идеялар, әдістемелер, тәжірибелер калейдоскоп атты 2 күнді халықаралық форум өз мәресіне жетті. Шара Абай атындағы облыстық балалар кітапханасының 70 жылдық мерейтойына арналды. Арнайы баспасөз конференцияда форумның қорытындысы шығарылды. Кітапхана жылына 13 мыңға жуық оқырманға қызмет көрсетеді және оларға 240 мыңнан астам басылым беріледі. Бүгінгі күні қорда 138 мың балалар кітабы бар. Мұнда әртүрлі жастағы оқырмандар үздік көркем, ғылыми, танымдық, анықтамалық әдебиеттер жинағымен, сондай-ақ балаларға арналған газет, журнал, аудиовизуалды материалдар және электрондық құжаттармен таныса алады. Тіпті сирек басылымдар да кездеседі. Жалпы Абай атындағы балалар кітапханасы еліміздегі ең ірі балалар кітапханасы, сонымен қатар облыстағы балалар кітапханаларының әдістемелік орталығы болып табылады. Бүгінгі форумнан біздің алған нәрселеріміз, не нәрсе үйлендік, біздер жаңа идеялар, өзіміздің әріптестеріміздің өзі атқарып жатқан қызметтеріндегі жаңа бастамалар, креативті бастамалар, өзіміздің жұмысымызға қажетті кейбір тұжырымдар алдық деп айталам сеніммен. Сонымен бірге жаңа бүгінгі жасалып жатқан баяндамалар, бәрі де балалар кітапханасы, балаларды кішкене кезінен оқуға үйрету. Сол арқылы жаңағы біздің ертең бала еліміздің болашағы, осы еліміздің болашағы болатын балаларды ерте бастан кітапқа үйрету, оқуға үйрету, ілім-білімге үйрету жаңа барысындағы кітапханашылардың атқаратын рөлі туралы бүгін жаңа үлкен келелі мәселелер айтылды. Жалпы балалар кітапханасы идеялар, әдістемелер, тәжірибелер калейдоскоп атты 2 күнді халықаралық форумға бүкіл елден және жақын шетелден 200-ге жуық қонақ жиналды. Ауқымды бағдарлама шеңберінде кәсіби секциялар, шеберлік сабақтар, пікірталастар, достық акциясы және жазушылармен кездесу өтті. Сондай-ақ 70 жылдық мерейтойға орай кітапхана тарихы жазылған жинақ жарыққа шықты. Онда оқырмандар мұрағат қорларынан, кітапхана ісі ардагерлерінің әңгімелеріне және басқа да дерек көздерінен алынған ақпаратпен таныса алады.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды техникалық құрылыс колледжінің студенттері Польша елінде өткен Евроскилс 2023 кәсіби шеберлік бойынша әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Айта кеткен жөн, Қазақстан тарихында тұңғыш рет ұлттық құрама үздік нәтиже көрсетті. Біздің ел 2016 жылдан бастап қатысып келеді. Жеңімпаздармен салтанатты кездесу Қарағанды техника құрылыс колледжінде ұйымдастырылды. Бұл жерде Қазақстан ұлттық құрамасының Евроскилс 2023 халықаралық чемпионатының сайыскерлеріне құрмет көрсетілді. Қатысушыларымыздың арасында халықаралық чемпионатқа алғаш рет қатысқандар бар. Соның бірі Руслан Нұрғалиев, ол байқауда сантехника және жылыту құзыреті бойынша өнер көрсетті. По специальности вообще архитектор. Негізгі мамандығым бойынша архитектормын. Алайда сайысқа сантехник мамандығы бойынша қатыстым. Қазақстан бойынша екінші орын алдым. Тағы да іріктеуден өткеннен кейін бірінші орынды иелендім. Артынша Евроскилс 2023 байқауына қатысып, жақсы өнер көрсете алдым. Алдағы уақытта бұдан да жақсы көрсеткіштерге жету үшін дайындалып, еңбек етемін. Байқауға 31 елден 18 бен 25 жас аралығындағы 600 адам қатысты. Польша мемлекеті бұл жарысты алғаш рет ұйымдастырып отыр. Еліміз Евроскилс 2023 чемпионатына 25 құзырет бойынша өнер көрсетіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Атап айтсақ, қоржынға 2 медаль мен 4 медальон енді. Чемпионатқа алдын ала дайындала бастадым. Сайыс ойдағыдай өту үшін флорист болып жұмысқа тұрдым. Бұл менің сүйікті ісім. Мен Астанада өткен байқауда бірінші орын алған едім. Соның арқасында үлкен чемпионатқа баруға мүмкіндік алдым. Қатысқаныма қуаныштымын. Өте көп адамдармен таныстым. Ұмытылмас сәттерді бастан кешірдім. Ең бастысы маған үлкен тәжірибе болды. Енді тағы да үлкен халықаралық жарыстарға бару үшін дайындаламын. Евроскилс чемпионаты бұл Еуропадағы кәсіптік білім беру және біліктілікті арттыру саласындағы маңызды іс-шара. Өткен чемпионатта еліміз ондыққа кіріп ең үздік нәтиже көрсетті. Наргиз Төлегенқызы, Зұлқарнай Есмахаев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңір тұрғындарын дүниежүзілік тазалық күніне қатысуға шақырады. Ертең, яғни 16 қыркүйек күні Қарағанды, Теміртау және Қарқаралы ауданында жаппай сенбіліктер мен эко шаралар өтеді. Акция табиғатты сақтау мен экологиялық мәдениетті қалыптастырудың маңыздылығына жұртшылықтың назарын аударуға бағытталған. Қарағандыда тазалық күніне қосылуға ниет білдірушілерді сағат 10:00-де Бұқар Жырау даңғылы 47 мекенжайында орналасқан Каскад су бұрқағында күтеді. Автобус еріктілерді ескі әуежай аудандағы алаңға апарады. Бұл аймақта демалушылар мен жақын маңдағы үйлердің тұрғындары қалдырған қоқыстар жиналған. Ал Қарқаралы ауданында Теміртау мектептерінің жас эко-волонтерлеріне Жосалы шипажайының маңындағы орман екпелерін тазалау міндеті тұр. Дүниежүзілік тазалық күні миллиондаған еріктілердің өз қалаларын, ауылдарын және тағы басқа қоқыстардан тазарту үшін біріктіретін ең үлкен халықаралық қоғамдық акция. Шара 2008 жылы Эстонияда бастау алған болатын. Онда 50 мың ерікті 5 сағат ішінде 10 мың тонна қоқыстан тазартты. Бірнеше жыл өткен соң жүргізілген мониторинг сенбіліктен кейін аумақтардың ластануы 75%-ға төмендегенін көрсеткен. Осы жылдар ішінде акцияға 50 миллионнан астам адам қатысты. Биыл аумақтарды тазалау шарасына 197-ден астам ел мен 71 миллион ерікті қатысады деп күтіліп отыр. Тағы да жеңіліс. Ташкентте Хума командасымен өткен екінші ойында Сарыарқа хоккей клубы өзінің қарағандылық жан күйлерін қуанта алмады. Матчтың нәтижесі 4-0 алаң иелерінің жеңісімен аяқталды. Ташкентте оғландарымыз екінші кездесу өткізді, бірақ өкінішке қарай жерлестеріміз үшін ойын сәтсіз аяқталды. Хумо клубы өз мұз айдынында үздік нәтиже көрсетіп, Сарыарқаны 4-0 есебімен ұтып кетті. К сожалению, не так хотелось бы отыграть эти две игры, не набрали очков. Әрине бұл матчты еш ұпайсыз аяқтағанымыз өкінішті. Алайда бұл маусымның басы, сондықтан еш мұнаймаймыз. Әрі қарай жұмыс жасаймыз. Елімізге қайтқаннан кейін бапкерлердің көмегіне жүгінеміз. Мүмкін дайындық жеткіліксіз болған шығар. Не дегенмен бұл маусымда командамыз жаңадан құрылып отыр. Матч қорытындысы ойынның басында белгілі бола бастады. Хумо жеңістің арқасында 8 ұпай жинады. Ағымдағы тұрақты маусымның жалғыз командасы болып көшбасшылықты қайтарып алды. Дегенмен сарыарқалықтар әлі де жақсы жаңалықпен үздік нәтиже көрсететіндеріне сенімді. Командамыздың мүшелері 100%-ға өзгерді. Әрине қиындықтар бар. Алайда жіберген қателіктерді қайта саралап, дайындықты күшейтеміз. Жаңа ойыншыларға әлі түсініксіз сәттер көп болуы мүмкін, және спортшылардың ойнау дәрежесі де әртүрлі.
Сарыарқа тұрақты чемпионаты аясында кезекті ойындарды өз жерінде өткізеді. 18 мен 19 қыркүйекте оғландарымыз елордалық Номад қабылдайды. Наргиз Төлеген қызы Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.